Сәбіз әлемдегі ең көп тараған көкөністердің бірі. Климат жағдайына қарамастан, ол дәрумендерге өте бай. Ең танымал сорты қызғылт сары. Ол барлық жерде өседі. Оның азықтық және асханалық сұрыптары бар. Асханалық сұрпы онша ірі емес, тамыр жемісі жұмсақ, қантты. Сәбіз негізінен 2 жылдық өсімдік. Бірінші жылы жапырақ түзуші ортасымен тамыр өссе, екінші жылы ғана тұқымы пайда болады. 60-қа жуық түрі Африка, Аустралия, Жаңа Зеландия және Америкада кең тараған. Тамыр жүйесі жақсы дамыған, еттілігі мен түріне қарай ұзартылған конус, цилиндр пішіндес болады және салмағы 30 граммнан 300 граммға дейін жетеді. Түсі ақ, ақшыл сары, қызыл сары болып келеді. Ең алғаш сәбіз Ауғанстанда өсірілген. Осы елде сәбіздің ең көп түрі тіркелген. Сәбіздің барлық дерлік мәдени түрі оның табиғи немесе жабайы түрінен селекция нәтижесінде алынған. Дегенмен, сәбіздің алғашқыда тамыр үшін емес, хош иісті жапырақтарына бола өсірілгенін айта кету керек. Сәбіздің мәдени түрі Еуропаға тек 10-13 ғасырларда келген. Көптеген кітаптарда сәбіздің сол кезеңнен бастап қана тағам ретінде қолданылғаны жайлы деректер бар. Сәбіз адам ағзасына өте пайдалы көкөніс. Оның құрамында В, С, Е дәрумендері және адам ағзасында А дәруменіне айналатын каротин бар. Сондай-ақ сәбіздің құрамында 1,3% ақуыз, 7% көмірсу кездеседі. Ол көптен бері әртүрлі ауруларды жеңілдету үшін дәрілік зат ретінде қолданып келген екен. Сәбіздің ағзаға берер пайдасы халыққа ертеден-ақ белгілі. Ежелгі Рус елінде сәбіздің көмегімен тыныс жолдарын, жүрек, бауырды емдеген екен. Қазіргі таңда ғалымдар сәбіздің құрамындағы әрбір дәруменге кеңінен тоқталып, оның емдік қасиеттерін тарқатып айтуда. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді екен. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамында каротиннің едәуір бөлшегін адам ағзасы өзіне оңай сіңіре алады екен. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік бас қосуларда еуропалықтар бір-біріне балда сақталған сәбіз сыйлайды екен. Бұл денсаулығың мықты болсын деген ниеттің белгісі екен. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы екен. Оның құрамында фолий қышқылы, қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен ас бұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шикі күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамға сәбіздің пайдасы мол екен. Сәбізді көптеген тағам түрлерінде қосып әзірлеуге болады. Сонымен қатар сәбізді тері күтіміне пайдалануға да болады екен. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үкіштен өткізілген сәбізді жарас заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды екен. Сәбіздің ең белгілі пайдасы көз денсаулығына қосқан үлесі. Жасқа байланысты пайда болған макулялар дегенерацияның алдын алуда маңызды рөл атқарады. Бұл торлық қабық пен линзаны қорғау арқылы көздің денсаулығын жақсартады. Түнгі соқырлық және көру қабілетінің жоғалуы сияқты қауіптерге қарсы қолдау береді. А дәрумені тапшылығы балалардағы соқырлықтың негізгі себептерінің бірі болып табылады.
Сәбіз басқа көкөністермен салыстырғанда жоғары қант мөлшерімен танымал. Дегенмен, сәбіз қант диабетінде де пайдалы. Сәбізді пайдалы тағам ретінде таңдауға болады. Тіпті шикі немесе аз пісірілген сәбіз көп піскен сәбізге қарағанда одан аз қауіпті. Қандағы қантты реттеу үшін маңызды. Сондай-ақ қант диабетінде қарсы жақсы алдын алу болып табылады. Сонымен қатар, талшыққа бай диета қант диабетіне қарсы жақсы алдын алу болып табылады екен. Сонымен қатар иммундық жүйені нығайтады екен. А дәрумені иммундық жүйені нығайтуда маңызды рөл атқарады екен. Өйткені А дәрумені иммунитетті арттыратын лейкоциттердің жасушаларын қолдайды. С дәрумені иммундық жүйені нығайтады және емдеуді тездетеді екен. Сәбізде кездесетін кейбір заттар мидың денсаулығын сақтау үшін маңызды екен. Сәбіз есте сақтау қабілетін сақтайды екен. Сонымен қатар, сәбіз талшықтық құрылым мен ішекті пайдалы бактерияларды қоректендіреді екен. Сәбіз талшық пен каротинге бай көкөніс ретінде ас қорыту денсаулығы үшін маңызды. Ішек қатерлісігінен қорғайтын талшықтар ішектің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету арқылы ішек денсаулығын жақсартады. Шикі сәбіздің пайдасы осы көзде тым көп көрінеді. Өйткені піскен сәбіз аз мөлшерде болса, шикі сәбізге қарағанда талшық жоғалтады. Өт қабы мен бауыр ферменттерін реттеуде өте тиімді екен. Күніне бір немесе екі орташа сәбізді тұтыну жеткілікті және пайдалы екен. Сәбіз пісірген кезде тағамды құндылығы өзгеретін көкөніс. Шикі сәбізде С дәрумені, пісірілген сәбізде бета-каротин көп болып табылады екен. Екінші жағынан, сәбіздегі А дәрумені майда еритін дәрумен болғандықтан жеңіл пісіру кезінде одан көбірек көрінеді. Егер сіз салмақ жоғалтқыңыз келсе, шикі сәбізді таңдаңыз. Өйткені сәбіз піскен кезде су мен талшықты жоғалтады екен. Сәбізді пісіргіңіз келсе, қуыру немесе қайнатудың орнына бумен пісіруді таңдаңыз. Осылайша витаминдер мен минералдарды көбірек сақтайсыз. Сәбізді тұтынудың ең пайдалы жолы шикілей жеу және бумен пісіру екен. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.